Қалайсыздар достар, қайырлы кеш, не істеп жатырсыздар? Енді бүгін мен үшін бір шешілген мәселе болды. Бірі білсе, бірі білмес, мен жобамен қоштастым. Ешқандай өкініш жоқ, әрине, бірақ әттең-ай деген кішкентай бір қимастық жібермей тұрған болмаса, бәрі жақсы. Енді жобадан кетудегі негізгі бір мәселем сол отбасылық жағдайым кішкене сәл бір қиындықтар туғызып тұр. Алда бәрі жақсы болады деген ойдамын. Менде бәрі жақсы. Және қолдап жатқан, өміріме сәттілік тілеп, болашағыма бақыт тілеп жатқан жандар, дайректті жарып жатқан жандар, мен сіздерге өте үлкен алғысымды білдіргім келіп тұр. Елдің ақшасын жинап алып, әдемі киіні боянып жүрсің деген бейшараға айтайын. Мен түк көрмеген адам емеспін. Мен бұрыннан әдемі киінем, дүнием де, киімім де өзімдікі. Түсінбесең, инстаграмда ақтарда бүкіл киіміммен, сырғаммен, сақинама шейін увеличтетіп қарасаң болады. Бұл инстаграмды жүргізбей тұрып та, блогты жүргізбей тұрып та, сол дүниелер, сол заттар, сол киімдер. Енді мен айтайын дегенім, бір қайырымды бір жан бар ғой, кезінде бейшара болып жүрген, одан кейін керемет киім киіп кетті ғой. Gucci бар, Prada'сы бар. Мен айтам да, сол Gucci компаниясы өз киімін соның үстінде көрсе, сотқа беретін шығар. Мынау не үшін менің киімімді киіп жүр, осындай адам депші. Сол үшін көп бықсымай қойыңдар, Мен рахмет, ішім жылып, қатты уайымдап отыр едім, уайымым басылған секілді болып тұр. Енді подкаст жақсы өтеді деп ойлаймын, өйткені өзекті мәселені көтерейін деп отырмыз. Және де айтайын дегенім, алдында мен сторисқа салдым ғой, ырыспала жаңағы бір үйді беремін, оны мен туысқандарыма берейін деп жатқан жоқпын. Сіздердің біреулеріңіз алады, анау мынау деп алдыңғы аптада салып еді ғой. Сол қандай үй, не үй, берді ма оны кім алу керек, товарды сатып алған адам алу керек педі. Сол тым-тырыс болып қалды ғой, айтуын айтты. Түбінде үй берілген жоқ әлі, срогы қандай ол үйдің берілетін. Соны өзінің жекесіне шығып сұраңыздаршы, қандай үй қашан беріледі деп. Потом қайдан тоқтап тұрш? Істейміз. Ең құрған мұғалімдердің подарок жасып, қайдан тоқтап тұрш? Не болды? Аналар күні де ештеңе берген жоқсың ғой да? Қойдық қойын демей бәні? Қарықшасы маған беріп жатыр ғой. Қойшы деп қоя берші. Мама бірдеме алып ал демедім деген құрғанда. Қоша, ұйқыңнан тұр. Қоша. Алып жағасың ба? Қожа емес жүрейін? Жоқ. Мен қой сенің қызың, қожа. Күлпәш қойшы. Гүлпәш басқа болмай мен. Жұлдызай бол, айбай күліп. Новада келдік. Менің Нысанған роддом ғой, есімде. Әлі де келген сайын есіме түседі. Бәрі жиналып жатыр. Балаң қайда? Бұйыртса жібер. Қайсың? Машинада. Машина жатыр ма? Бәріміз қызық екен. Қымарат жүрген бар ғой. Хамо екеуі. Тастап кеткен. Чё за мать? Нельзя же так делать. Мен айтпақ қойсаң болады. Чё за мать деп. Я же мать. Айтыңыздаршы, мен қандай мамаша екенімді. Мен енді оқып үйреніп жиреніңдер деп. бәріміз сұрауымыз образымызға келетін е. Диана, үстіңдегің бәрі танышы. Өз балаңды да еще прикинь. Бала кезде қашан өсем, қашан тезірек өсем деп. Не алады, мен қыздарға барайын үйтейін деп ше. Нафиг асықтым деймін. Балалық шағын сағынасың дегіз. Уақыт ешкімді аямайды. Уже отызға келдік. И наше время прошло, дейді ғой. Возраст это не цифры деген әңгіме. Сандалии кигізбейсіз, үйде жүрсе де кию керек дейді. Вообще біз негізі үйде аяқ киіммен жүретіндей не емеспіз ше, ондайға жеткен жоқпыз әлі. Үйімізде аяқ киіммен ана турецкий сериалға той бағас қой деймін да. Құрсын көшеге шыққанда келді ғой. Шерханның берген сұхбатын көрдіңіз ба дейді. Көрмеуге амал бар ма? Көрмейін десең көресің ғой ше. Анау жібереді. Болмай баратса кесіп жібереді қандай ше, ссылканы ашпасам. Көресің, конечно. Не істейін енді. Біраз адамға сағыныш болып жүр екенбіз. Біраз адамға истериктер болып жүреміз.
өзі сондай адаммын ғой мен. Деген выпускаға келдік. Негізі мамамның мамасы мен папасы келген болатын. Соның күйеу баланы көреміз деп күйеу баласы екеуміз алдынан өтіп атам мен Айжан, иә? Иә, Айша. Үлгеріп келдік, иә? Үлгеріп барлығына үлгеріп енді выпускаға келдік. Негізі біз Құдайға шүкір негізі. Хамының да, менің де аяғым берекелі. Қараңыздаршы, мен ең жақсы көретін гүлім. Аяз сияқты. Кілт алып кеткен ғой. Кілт жоқ енді. Бига кілт алып келген күтіп тұрмын. Біз Альмираның выпискасына келдік. Ждем выписку. Здесь у нас редактор. Послайктың Боташка. Яночка Хамов. Да, Басеновада мен де босандым. Екі Кесарева болды. Басенова самый лучший роддом. Жаным қиналыпты ғой. Надо Басенова тоже, кстати, да? Бүгін мен прям ұйқыдан тұрғанда настроением күшті болып тұрды. Неге десеңіздер, менің бір Москвада подругам бар еді. Бірі білсе, бірі білмейді ол қызды. Ол қыз негізі қырғыз қыз ғой. Сонымен былай сөйлесетініміз, араласатынымыз. Кеше мұрнымды былай айтып бәрін сұраған ғой. Соң бүгін азанда тұрып қарасам, Каспиме қанша 10 мың сом. 10 мың сом, қазір бізде 62 мың теңге екен. Сонда 10 мың сом салып жүріп, перевод жасап жүрген ғой. Мен айтып отырмын, өлә деп, не үшін десем, типа сенің мұрнына көрімдік дейді. Жаңа мұрным құтты болсын деп, ондай да бар екен, оказывается, достар. Жаңа мұрныммен құттықтап кәдімгідей көрімдік беріп жатыр маған. Мәссаған деп өзім кішкене таңғалып қалдым. Күшті деп. Мен помните, бір рет бір Москваға барсам ба деп жүрген болдым, сол подругама барсам ба деп жүргем. Сөйтсем, ол скоро Қырғызстанға келеді екен. И сонымен мен ойлап жатырмын, ол Қырғызстанға келсе, может, Қырғызстанда жолығамыз ба деген сияқты ой болып тұр. Енді Қырғызстанға барып қалу мүмкін енді осы октябрь айында, алдағы уақыттарда көреміз енді. Бірақ Қырғызстанға бардым ғой енді, бірақ тағы да бір басқаша барып қыдырып қайтқым келіп тұр. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар.